Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге жұмыртқаны қалай дұрыс пісіру әдісімен бөлісетін боламын. Осылай қабығы тез әрі оңай аршылатын болады. Және де үйде бар заттардан дайындалатын тез әрі оңай дәмді салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Каналға тіркеліп, видеоның соңына дейін қарап тамашалаңыздар. Жұмыртқамыз таза жуылған болу керек, әрі бөлме температурасындағы жылы суды толтыра үстінен құйып, және де бізге бұл жерде керек ең фишкасы бір лимон, бір тілім лимон керек болады. Лимонымызды сығып, суымызға құятын боламыз. Лимоны шамамен 2-3 ас қасықтай болу керек, әрі отқа қоятын боламыз. Баяу отта 10 минуттай жұмыртқамызды пісіріп алатын боламыз. Жұмыртқамыз пісіп дайын болғаннан кейін судан шығарып, толықтай суытатын боламыз. Егер сіздер асығыс болсаңыздар, 1-2 минутқа суық суға салып алсаңыздар болады. Осындай әдіспенен сіздер де жасап көріңіздер. Әлде өздеріңіздің қандай да бір әдістеріңіз болса, оның да осы видеоның астындағы комментария бөліміне жазып қалдырсаңыздар екен. Құрметті көрермен, менің каналымда басқа да түрлі рецепттері бар. Көріп танысып, ұнаған болса, каналыма тіркеліп, және лайктарыңызбен каналдың дамуына қолдау көрсетіп жіберіңіздер. Ендігі кезекте ары қарай біз үйдегі бар затымызбенен салат даярлайтын боламыз. Бізге керегі қияр, майонез, горох, жұмыртқа керек болады. Қиярымызды қалауымыз бойынша солонка ретінде турасақ та болады, немесе осы мен сияқты 4 бұрышты қылып та турасаңыздар болады. Ары қарай горохымызды салып, және жұмыртқамызды да ұсақтап турап салатын боламыз. Дәміне қарай тұзымызды сеуіп, және де 2 ас қасықтай майонезімізді салып, салатымызды жақсылап араластыратын боламыз. Міне, құрметті көрермен, тез арада салатымыз дайын. Дәмді әрі тойымды салат әдемі тәрелкелеріңізге әдемілеп салып, әдемілеп өз қалауларыңыз бойынша әрлеп, сәндеп жасасаңыздар да болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен бұл салаттың бетіне жұмыртқаның сарысынан сеуіп, әрлеп қойдым. Осылайша қарапайым әдемі салатымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Құрметті көрермен, бүгінгі көрсеткен видео рецепт сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұнаса каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып қолдау білдіріп қойыңыз. Және комментарияға өз пікіріңізді жазып қалдырыңыз. Сіздермен болған Айгүл Қалиқызы, келесі жаңа видеомда кездескенше сау саламатта болыңыздар.